Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бэкенд бағыты бойынша яғни сөз ететін боламыз. Бүгін бізде Бағлан адасқан яғни бэкенд бағыты бойынша ойымен бөліседі және де оған кішігірім біздің сұрақтар бар. Бүгін IT осы ой талқының IT подкасттың мақсаты осы мамандықтың барлық бағытын ашып сөйлесу және кейінгі IT осындай әңгімелерде басқа салаларды да ашып айту. Жалпы бүгін бізде бірінші выпуск, яғни бастапқы бағыт қалай болатын осы выпусктан біз білетін боламыз. Жарайды, Бағлан, көп созбайық. Жалпы бэкенд бағыты бойынша сені ең мықты маман ретінде білем. Сондықтан өзің таныстыра кетсең. Барлықтарыңа сәлем, Алмас шақырғаныңа рахмет. Жалпы өзім жақсы бастама деп ойлаймын, себебі қазақ тілінде IT бағыттарын нақтылап айтатын, түсіндіретін ешқандай подкаст не болмаса интернет ақпараттар желісінде қолжетімді материал жоқ. Сол себепті жақсы бастама, сәттілік тілеймін алдағы күндерге. Өзім туралы айта кететін болсам, менің есімім Бағлан, Сәтбаев университетін аяқтағанмын, тәмамдағанмын, компьютер сайенс бағытын. Қазіргі таңда 3 жылдан астам осы IT жолында өзімнің тәжірибемді жасап келе жатырмын. Бэкенд маманы болып жұмыс істеймін. Осыған дейін Жусан, Каспий, Дейтопиан және де Кисел деген компанияларда жұмыс жасадым. Бүгін мен сіздерге осы бэкенд бағытын жеңіл қарапайым тілмен түсіндіруге тырысатын боламын. Өте керемет. Жалпы біздер бэкендтің маңыздылығын білеміз, бірақ та жалпы бэкенд бағыты, мысалы студенттер қарап жатырса, немесе IT жаңа бастап жатқан адам қарап жатырса, бұны біз қарапайым бір-екі сөзбен қалай түсіндіре аламыз? Бұл не мысалы? Мысалы Android разработка, Android бағдарламалау. Менің бір-екі сөзімде былай да, Android құрылғыларға жазылатын кодты жасап шығатын адам, ол Android бағдарламашы деген сияқты. Бэкенд бағдарламашы деген, жалпы бэкенд деген ол барлық бізге көрінбейтін заттар. Яғни қосымшаны ашқаннан кейін сізге көрінеді тек қана интерфейс, кнопкалар, қалай олар ауысып жатқаны. Ал бэкендте болса, осы барлық бізге көрінбейтін заттар, есептеулер, ақпараттарды өңдеу, ақпараттарды сақтау деген сияқты сондай жүйелер, сондай процесстар жасалынады. Мысал үшін қарапайым мысалдар келтіретін болсақ, онлайн магазин мысалында жеңілдіктердің есептелінуі, не болмаса төлем жүйелері деген сияқты, қалай сіздің шотыңыздан ақша шешіледі деген сияқты, не болмаса жалпы бірнеше тауарларды себетке салдыңыз, таңдадыңыз, олардың есептеулері қалай жүреді, комиссиясы бар деген сияқты, не болмаса жеңілдіктердің комиссиясы одан артылып сізге соңғы төлемнің бағасын көрсетеді. Соның барлығы қалай есептелінеді, соның барлығы бэкендте жасалынады. Ол жалпы ең қарапайым мысалдардың бірі, одан да күрделірек заттар. Түсінікті. Мысалға менің білуімше, жалпы мен білем, бірақ та білмейтін адамдар қарап жатырса да, мысалы бэкендті бірнеше форматта жазып шығуға болады, яғни басқа тілдермен дегенде. Мысалы Java тілімен, қателеспесем Go тілімен жазып шығуға болады, және де Pythonмен жазуға болады. Енді сіздің негізгі стек, яғни жазатын тіліңіз қандай, және де неге ол тілді таңдадыңыз? Яғни жаңа бастап жатырған адамға неге ол тіл ыңғайлы, немесе ыңғайлы емес, сол секілді ерекшеліктерін айтып кетсеңіз. Мен жалпы бэкендқа келмес бұрын мен өзімді фронтенд бағытында сынап көргенмін. Фронтенд бағытын оқыдым, іздендім, белгілі бір результаттарға жеттім, бірақ дегенмен де өзімнің көңілім толмағандықтан Python'ды оқып бастадым. Менің негізгі стекім ол Python. Python тілін оқыдым, өз бетіммен басында бастадым, әрі қарай курс оқыдым деген сияқты. Сонымен менде жақсы бір одан да фронтендқа қарағанда да жақсы нәтижелерге жеткендігіне көзім жетті.
соның арқасында бэкэндқа ауысамын деп шештім. Жалпы бэкэндтен бұрын мен өзімді жаңағы машиналық оқыту бағытында сынап көргім келген, бірақ алдымен бэкэндті сынап көрейін. Егер де бэкэндтен ештеңе шықпаса, онда машиналық оқытуға кетемін деп ойладым. Себебі жалпы мұнда андай математикалық база ғой. Жаңағы мектептің кезінде физика, математикадан олимпиадаға көбірек қатысатынмын. Сол себепті де мен ойлағам, мен машиналық оқытуға кетем, сол жақта математика көбірек деп. Өте керек. Бірақ бэкэндпен танысқаннан кейін бэкэндтегі жаңағы бэкэнд бағыты өзіме жақын сезінгеннен кейін осы бэкэндті қалуды шештім. Өте керемет. Қазір мысалға мен байқағаным, яғни осы Python бағыты өте көп қолданылады. Мысалы Telegram бот немесе именно бэк системалар жасау барысында, мысалға өзіңіз сол тілі бойынша не айта аласыз? Жаңа бастап жатқан адамдарға қандай ескертулер бар деген сияқты? Егер салыстырмалы түрмен қарайтын болсақ, Pythonнан көбірек жазылатын бэкэнд тілдері бар. Мысалы үшін ол Java болуы мүмкін. Қазіргі уақытта Go да кеңінен таралып келе жатыр. Негізі Python ол Java, C#, Go тілдеріне қарағанда жылдамдығы төмен тіл болып саналады, бірақ дегенмен де оның жылдамдығы мықты, көп жүк түсетін, немесе қалай жүктемелі сайт деп айтуға болады ма, high-load сайттарға да, платформаларды жасауға да мүмкіндік бере алады. Жалпы оны дұрысырақ, эффективно қолдану керек деген сияқты. Сонымен қатар новичоктарға Python үйренген дұрыс та? Новичоктарға Python үйренген, Pythonнан бастаған, не үшін жалпы адамдар Pythonнан бастайды? Себебі Python ол тікелей қарасаң ағылшын тілі ғой. Код жазу барысында барлығы түсінікті ағылшын тілінде. Жалпы андай C++, не болса JavaScript деген сияқты тілдердегідей көптеген жақша нүктелі түрлер жоқ. Жай ғана қарапайым структура, қарапайым яғни тіл, жаңағы түсінікті тіл. Сол себепті Python'да бастау оңайырақ. Жалпы қазір Python'да тіпті мектеп оқушылары да қазір код жазып жүр. Сол себепті Python'дан бастау түсінікті. Ал бірақ жалпы көп адамдарға айтарым, ол менің C++ тілінен бастау. C++ тілінен сіздер көбірек жаңағы дата структураларды түсінуге, процесстардың қалай жұмыс істейтінін түсінуге сіздер мүмкіндік аласыздар. Бірақ Python'дан да бастауға болады. Өте керемет. Жалпы енді осының айналасында мысалға бэкэнд саласын көбінесе мысалы Telegram боттар, сондай системаларға теңестіреді. Бұл теңестіру дұрыс па, дұрыс емес пе, қаншалықты мысалға қарапайым адам ретінде мысалға бэкэнд разработчик, Telegram бот жасап жүрген адам бэкэнд разработчик бола ма, немесе там қалай түсіндірсем болады, мысалға бір сервистар жазып жүрген адам бэкэндер бола ма деген сияқты ғой. Әлде бэкэнд ол өзінің ара жеке дара жол ма, қалай? Түсіндім. Жалпы бэкэндте Telegram боттар жасауға, Python тілінде Telegram боттар жасауға болады. Python тілінде автоматизациялар жасауға болады. Белгілі бір процестерді жаңағы автоматтандыру. Сонымен қатар бэкэнд жазуға да болады. Бірақ кез келген бэкэнд жаза алатын адам, ол Telegram бот жаза алады, ол автоматизация жаза алады деген сияқты. Ал білмеймін, Pythonнан жаңағы бэкэндтен бұрын Telegram бот жазуды үйренген адамдар бар. Бірақ болашақта енді олар да бэкэнд маманы болып кете алады, менің ойымша, егер өздері оқитын болса. Ал бірақ кез келген бэкэнд маманы енді бот жаза алады, бот жазуға. Мысалға, мынандай зат бар да, IT-да roadmap деген бар. Яғни бұл кез келген разработчиктің, яғни бағдарламашының бір бағытты таңдаса, сол бағыттан қай межеден қай межеге, яғни жету барысында жетістікке жететін жайлы жолда.
мысалға Android разработчикта мысалы мынандай технологияларды білсең, сен уже мына middleсың или бір juniorсың дейді да. Бэкендте мысалы junior деңгейіне жету үшін қандай білім керек, қандай түсінік болу керек, middle деңгейіне жету үшін қандай түсінік керек, және senior деңгейіне жету үшін қандай түсінік керек. Өйткені сенің жолыңды мен қарасам, осылардың барлығы да бар да, соны айтып кетсең, мысалы көп адамдарға түсіндірсең, осы бағытта егер сіз біліміңіз бар болса, сіз өзіңіз бастай аласыз деген сияқты. Керемет сұрақ деп ойлаймын. Бірақ қазір бір түсіну керек зат, көп адамдар қателесіп жатады. Білмеймін, оны қалай айтуға болады, мүмкін оның жасанды интеллекттің ықпалы деп айтуға болады ма, немесе жалпы джуниорлардың, миддлдардың өздерінің жаңағы әр рөлге, әр грейдқа требованияның қалай анықталатынына не ықпал ететінін өзім де жақсы түсінбеймін, бірақ мүмкін ол факторлардың бірі жасанды интеллект болуы мүмкін. Яғни бұрынғымен салыстырғанда қазір әлдеқайда жеңілді, размытый тема. Жоқ, керісінше, қазір порог вхождения көбейген сияқты көрінеді маған. Junior болу, не болса кез келген компания іздеген juniорларға требование 3 жыл бұрынғыдан, 2 жыл бұрынғыдан әлдеқайда жоғары. Мен де байқадым, яғни осы жасанды интеллект бағыты дамып келе жатырған сайын, яғни IT-ді түсіне бермейтін адамдардың өзі, яғни интервьюларды өтіп, кейінгі деңгейде мысалы үлкен должностарға отырып жатқанды байқаймын. Бірақ та мына жерде енді бэкендтің саласы сәл қиындау. Мысалы бұл жақта фреймворк мәселесі бар, яғни білу керек заттар. Оның өзінің бір тонкий границалары бар, яғни білу қалай дұрыс істеген дұрыс, қалай істемеген дұрыс деген сияқты. Осындай заттарды мысалы менің ойымша білікті мамандар ғана білетін сияқты. Толықтай келісем. Жалпы қазір білмеймін, грейдқа бөлудің өзі кішкене бір қазіргі сленгпен айтқанда стрём сияқты көрінеді. Себебі анандай ғой, кез келген енді былайынан көп вакансияларды жинап қарайтын болсақ, көбісінде стек технология, сұрайтын технология, мысалы үшін junior болсын, middleға болсын, seniorға болсын, бір стек. Бұл жерде junior мен middleның айырмашылығы ол кейстар. Күнде көп кейс бар. Және де дәл солай middle мен seniorдың да айырмашылығы кейста. Мен мынандай кейстар. Яғни жиналған опытта да? Мен осындай кейстарды шештім, деген сияқты. Соның арқасында қазір компаниялар грейдтарды есептейді деп ойлаймын. Мысалға IT-ға ең бірінші кіріп жатырған адамға қандай совет, мысалы нақты бэкенд бағыты бойынша ол не білу керек, және де қандай өзінің кейстері болу керек, яғни тәжірибесі да. Жақсы сұрақ. Жалпы егер Python туралы сөйлесіп жатқан болсақ, junior Python инженер ол не білу керек? Ең алдымен ол жаңағы функционалды деңгейде Pythonды білу керек. Базалық білім деп айтуға болады ма. Сонымен қатар фреймворктарды білу керек, база даннықты білу керек. Фреймворктар болғанда да, ол фреймворк деп айтып отқанымыз, ол осы бэкенд жазуға мүмкіндік беретін құрылымдар Python тілінде. Django, FastAPI қазір көп қолданылады. База даннықты білу керек. База данных дегенде мысалы не? Мысалы IT білмейтін адамдарға. База данных деп отырғанымыз, ол ақпараттарды сақтауға мүмкіндік беретін құрылым, технология. SQL да? SQL, Postgre, MySQL. Енді көп компаниялар бірақ PostgreSQL-ды қолданады. Жалпы SQL-ды білсеңіз, Postgre-ні үйрену, не болмаса ауысу, switch жасау технологиялардың арасында ол өте оңай. Сонымен қатар, енді кей компаниялар NoSQL технологияларды қолданып жатады. Соның де бір рет қолданып көруге болады кейс үшін. Сонымен қатар бэкэндте қолданылатын басқа да технологиялар бар. Мысалы Redis,
жаңағы кэштеу үшін не болмаса тасктардың жаңағы кезектілігі үшін. Сонымен қатар salary деген бар. Salary'ді Оны junior білу керек та. оны junior білу керек, иә. Енді бір андай қалай айтсам екен, junior өзінің проекттерінде қолданып көрген болуы керек. Жалпы не екенін базалық білім, базалық түсінік болу керек. Бұл не үшін қолданылады деген. Сонымен қатар мен juniорларға кеңес беретінім ол өздерінің проекттерін жасап көру. Pet проект деп айтып жатады. Pet проект жасау себебі ол да бір белгілі бір problem solving skill деп айтуға болады ғой, типа бір проблеманы шешкен не болмаса белгілі бір кейстермен жұмыс жасап көргендігін, өзіңіздің опытыңызды, біліміңіздің бар екенін жұмыс берушіге демонстрациялау үшін pet проекттер көп көмек береді. Менің өзімнің кейсімде сондай болған, мысалы үшін. Ең алғашқы junior позицияға собеседование өтетін кезімде өзімнің pet проекттерім арқылы оларға өзімнің жаңағы білімімді демонстрация жасап, оларға көрсетіп, солай өзімнің алғашқы жұмысқа шақыртуымды алғам. Өте керемет. Мысалға енді осыны айттық біздер, яғни junior, middle, senior бағытын айттық. Енді осы бағытта мысалы жүргізілетін жұмыстар, яғни бэкэндтің басты мақсаты не, ол қандай істермен көбінесе айналысады? Мысалы сенің жұмысыңда сен немен көп айналысасың, қандай істермен көп акцент саласың, тағы сол сияқты. Қиындықтары қандай? Егер сұрақты дұрыс түсінген болсам, жалпы бэкэнд немен айналысады, қандай тапсырмалар болуы мүмкін, қандай қиындықтар болуы мүмкін деген келіп тұр. Мысалы таңдаған адамға бэкэндтің. Жалпы бэкэндте логика, ең алдымен бизнес логика, не болмаса қарапайым сайттың логикасы, жаңағы редиректтер болуы мүмкін, қай сайттан, қай беттен, қай бетке ауысу керек деген сияқты қарапайым логикалар жүзеге асырылуы мүмкін. Не болмаса жаңағы бизнес логика деп отырғанымыз ол жаңағы қалай түсіндіруге болады. Жаңа айтып кеткендей жеңілдіктердің логикасы, не болмаса бір ақпаратты өңдеу логикасы. Сонымен қатар қандай қиындықтар болуы мүмкін? Қиындықтар көбінесе производительностьта, яғни сіздің жазып отырған алгоритміңіз, не болмаса бэкэнд жазып отырған логика ол қаншалықты эффективні, қаншалықты клиентке тезірек жауап қайтарады. Менің ойымша ең қиыны осы производительностьта. Және де ол производительностьті жаңағы жақсартуда, қалай оны жақсартуға болады, қандай технологиялардың көмегімен жақсартуға болады деген сияқты. Окей. Біздер қазір, мысалы мен жұмыста арасында кейбір жағдайда кейбір технологиялар жаңарту мақсатында өзімнің ақылым жете бермейді. Яғни бұл жерде аға әріптестерімнен сұраймын, кейін басқа компаниядағы разработчиктардан да сұраймын, яғни мына проблема мысалы қалай шешіледі, бұның шешімі болашақта қандай болады, немесе мына жерде менің ең жақсы көмекшім бұл жасанды интеллект, яғни біз білетін ChatGPT, курсор сияқты, яғни қосымша жасанды интеллекттер, агенттер, бұлар яғни көп көмектеседі. Мысалы бэкэнд саласында бұлардың үлесі қандай, мысалға болашақта жалпы бэкэнд разработчиктар бұлар алмастыра ала ма, немесе бір серпін бере ала ма, немесе жұмыста қолданыс қандай қазіргі таңда Қазақстанда нақты? Жақсы сұрақ деп ойлаймын, немесе актуалды сұрақ деп ойлаймын, көп адамдарға қызықты. Жалпы келсем, жаңағы аға инженерлермен ақылдасу, не болмаса кез келген өз бағытыңдағы онлайн форумдардың арасынан адамдардан көмек сұрау, ол қалыпты және де ең жақсы практикалардың бірі. Мен өзімде де көбірек болған. Және де осы жасанды интеллекттің дамуы арқылы қазіргі таңда вайб кодинг деп айтады, немесе вайб кодинг
не совсем негізі вайп-кодинг деген келмеуі де мүмкін. Мүмкін жалпы AI агенттер арқылы код жазу. AI агенттер арқылы код жазу қазіргі таңда ол тек қана эффективностьті жақсартуда, эффективностьті көтеруде. Қарапайым тапсырмаларды берсең, қарапайым тапсырмаларды орындай алады, және де бірақ та ең маңызды нәрсе чат-боттар арқылы код жазғаннан кейін міндетті түрде оған код ревью жасау керек. Жалпы дұрыс жазды ма, не болмаса қандай қателіктер жіберілуі мүмкін, барлығын тексеріп. Бұл жерде уже аға, яғни сеньор разработчиктардың рөлі артатын сияқты да. Яғни бұрыннан код жазып келе жатып, қазіргі таңда оның жалпылама под капотом, яғни түп мағынасын түсіне алатын адамдардың рөлі артатын сияқты. Жалпы AI агент дейтін ол мықты тулс қой, бүйтіп қарасаңыз, себебі Құрал, құрал. Бұрын біз жаңағы интернетті ашып, интернеттен оқып, мыңдаған сайттардың арасынан жауапты іздейтінбіз, ал қазір болса тек қана бір сұрақтың көмегімен бірден ақпаратқа қол жеткізуге болады, және де тереңірек түсінуге мүмкіндік болады. Бұл жерде ең керек зат ол prompt engineering. Адам қаншалықты көбірек контекст бере алады жасанды интеллектке, яғни жасанды интеллект бізге нақтырақ жауап беру үшін. Өте керемет. Енді алдағы қанша 10 жылдықта бэкэндтің рөлі төмендей ма? Мысалға, мен байқаймын, искусственный интеллект қазіргі таңда мысалы көптеген кадрларды жұмыссыз қалдырып жатыр. Мысалға, кезінде рекомендация ұсыныс бойынша жасайтын департаменттер жабылып, оның орнына қазір ұсынысты жасанды интеллект өзі құрастырып, яғни береді. Нәтижесінде кейбір жұмыс орындары шын мәнінде қысқарды, бірақ бэкэндке бұның қатысы қандай? Мысалы, қысқару мүмкін ба, әлде жоқ па? Алдағы 10 жыл, 5 жылдықта қалай? Өте жақсы сұрақ. Мен өзім жалпы осы сұрақтан біраз уақыттан бері қашып жүрген адаммын, себебі жұмыстан ешкім айырылып қалғысы келмейді деген сияқты. Бірақ та егер де шындыққа, жалпы ақиқатқа тік көзқараспен қарайтын болсақ, онда өте қатты дамып келе жатыр жасанды интеллект. 5 жыл, 10 жылдықта біз қандай перформанс күтетінімізді де білмейміз. Тіпті мүмкін ол өз бетімен жаза алатын деңгейге жетуі мүмкін. Яғни бизнес тікелей жасанды интеллектпен сөйлесіп, жаңағы жасанды интеллектке бірден тасктар назначить етіп, олар бірден орындауы мүмкін деген сияқты. Бірақ та қазірдің өзінде байқайтынымыз жасанды интеллект әлі де дәл қазіргі состояниясын айтатын болсақ жасанды интеллекттің, онда көптеген қателіктер жібереді. Қазіргі таңда әлі де, білмеймін, алдағы 5-10 жылдықта мықты бэкэнд мамандарына сұраныстар артады, сұраныстар бар. Ал жалпы жасанды интеллекттің дамуы ол әрқашан қосымша бағыттарды, не болмаса қосымша жұмыс орындарын ашады. Мен де солай ойлаймын. Жалпы мынандай зат бар да, осы жасанды интеллект дамып келе жатқан кезде, яғни үлкен шум пайда болады айналамызда. Бұл яғни бэкэндті тез үйренуге болады, немесе бэкэндті қатты көп біліп керек емес, жалпы оны қалай жасалынатынын білсе ғана болды деген сияқты. Яғни IT-де жылдам табыс, яғни қалай айтсам болады, культурасын дамытып келе жатыр. Бұл қаншалықты дұрыс зат, шынайы зат, немесе басқаша сұрақ, осындай жалпы бэкэндте бір кішігірім табысқа жетуге, бір успехқа жетуге қанша уақыт керек, бұл искусственный интеллектке қатысы бар ма, жоқ па, сол сияқты сұрақтар. Ең алдымен айта кететін жайт, ол жалпы кез келген IT бағыты емес, жалпы код жазу мен қатысы бар көп IT бағыттары ол сіздерге SMM не болмаса таргет сияқты бағыт емес. Ол жақта бір айда, 2 айда оқып бітіріп, белгілі бір табысқа шығам, фрилансқа шығам деген схема жұмыс жасамайды. Жалпы бэкэндқа, яғни жалпы жақсы бэкэнд маманы боламын, сұранысқа ие бола алатын маман боламын дейтін болсаңыз, онда
жарты жыл интенсивті жұмыс, болмаса жарты жылдан бір жылға дейін уақытыңызды арнауыңыз керек болады обучениеға. Содан кейін ғана сіз мықты IT маманы боласыз, мықты инженер боласыз. Инженер болғаннан кейін сізді көп жерге жұмысқа шақыру мүмкін. Ал жасанды интеллект арқылы оқу деген ол жақсы деп ойлаймын. Жасанды интеллектпен сіз өзіңізге роудмап жасап алсаңыз болады. Яғни біз жаңа айта кеткендей, IT маманының даму, былайша айтқанда, жол картасы. Иә. Сол карта арқылы, сол жол арқылы, ChatGPT арқылы, не болмаса, білмеймін, интернеттен, ютубтан курстар оқып, жаңағы қолжетімді курстарды оқып, өз бетіңізше дамып, жарты жыл, бір жылда маман болсаңыз болады. Кезінде мысалға бұл жол өте ауыр еді. Яғни мен өзім жасанды интеллект жоқ кезде бастағанмын. Яғни бұл жерде Google'дан іздейтін бар ақпарат, кітаптан қарайтын ақпарат бар. Одан кейін бірнеше курстарды оқисың, ментор іздейсің. Қазір мен байқағаным, қазірдің өзіне мен жаңа технология қосар алдында жасанды интеллекттің өзінің ойын бір қарап шығарамын. Яғни ол не ойлайды. Сондықтан сәл жеңілдеген сияқты. Енді жалпы осы, яғни сұрақтар қатты бір жоқ. Енді бірақ мына жерде мынандай бір ой бар. Алдағы Қазақстанда бэкэндерлердің саны көбейе ме немесе азая ма деген сияқты. Мысалы мен байқап жатырмын, мобильді разработкада адамдар азайып келе жатыр. Тек қана нақты білетіндер ғана көбейіп келді. Шынымды айтсам, қазір енді бізде технологияларды өте қатты дамуда, Қазақстанда IT өте қарқынды даму үстінде. Сол себепті де менің ойымша, жалпы көп компаниялар тек қана жалпы жақсы андай мықты мамандарды ғана жұмысқа алады деп ойлаймын. Сол себепті мықты мамандар ізделінеді. Мықты мамандар керек бэкэндқа. Бірақ сонымен қатар білмеймін, бэкэндтің саны да артуы мүмкін. Ашық орындардың қазіргі уақыттың өзінде. Мысалға Қазақстанда мысалы байқағаным, көбісі бэкэнд жақсы білетіндер шетелге кетіп жатыр. Яғни шетелде бір удаленный жұмыс, яғни remote work деп айтаймыз. Яғни офистан бөлек жерде, мысалы шетелде жұмыс істеп отыру, сол идеяны көбісі алып алып, яғни Қазақстанда жалпы жақсы мамандар саны азайып кетті. Бірақ бұған сенің ойың қандай жалпы? Өйткені сенде, мен қателеспесем, екі форматта да болды, удаленный жұмыста да болды, и қазір қателеспесем офистік форматта да, гибрид форматта да жұмыстарың бар. Жалпы мен өзіме кішкене тиіп кетті десең. Мен өзімде шетелдік компанияға удаленный жұмысқа тұрған болатынмын. Сол жақта жұмыс істеп көрдім. Ойым қиын, мысалы дисциплина бойынша. Егер де дисциплинамен, тайм менеджментпен, самоконтрольмен, силовоймен сіздерде проблема болмаса, яғни өздеріңізді жақсы басқара алатын болсаңыздар, уақыттарыңызды басқара алатын болсаңыздар, онда удаленный жұмыс жасауға болады. Мен өзім 2 жыл офистан кейін, 2 жыл офистік жұмыстан кейін, бірден удаленкаға шыққаннан кейін, мен өзіме қатты тиді, мен эффективностьтің түсіп кеткен кездері болды. Бірақ та, яғни тайм менеджментсіз, өз-өзіңізді басқарусыз, сіз бәрібір жаңағы эффективность жасай алмайсыз, қиындықтармен тап боласыз эффективность бойынша. Ал жалпы көзқарасым жақсы, түзу. Шетелде Қазақстанға қарағанда көбірек ақша төлейді деп ойлаймын. Өте керемет. Жалпы сұрақтарым жоқ. Өте бір, қалай айтсам болады, жалпылама мағынада өте кішкентай щепетильный сұрақтарға да жауап бердік деп ойлаймын. Жалпы Бағлан, мен сені білем, сен жалпы әлеуметтік желіде көп, яғни IT блогер деп те айта аламын. Сондықтан жалпы осы IT-ді дамыту, промоушн не үшін сен үшін маңызды, неге бұған көп акцент қою керек біз жалпы Қазақстандағы IT бағдарламашылар, яғни осы біздер?
жақсы сұрақ деп ойлаймын. Мысалы Бірақ та біздің қазақи сұрақпен айтса қандай ғой, не үшін біз IT үшін күйіп пісу керекпіз да? иә бұл жерде білмеймін, мен үшін ешқандай IT-дің дамуына не болмаса IT туралы жаңағы ой жоқ. Менің жалпы ниетім бір қазақ тілі дамыса екен деген ой. Қазақ тілінде IT мамандары көбейсе екен, қазақ тілінде не болмаса IT компаниялар өзара қазақша сөйлессе екен, қазақ тілі, яғни IT тілі болса екен деген ой. Шынымды айтсам, мен өзіме бір бұл жерде енді тіл мәселесі болып кетейін деп тұр, айта берсем. Сондай бір сұрақ келген, сондай бір қалай айтсам екен, әлеуметтік желіден оқыған бар, қазақ тілі ол ғылымның тілі емес деп айтады, қазақ тілі ол тек қана сондай ас үйдің тілі дейтін. Мен шештім, қазақ тілі негізі онда IT бағыты бойынша даму керек деген сияқты. Сонымен қатар мен өзім ауылдан келген, жаңағы ауылда оқығанмын. Мен ауылда оқығандықтан ол жақта орыс тілі болған жоқ, орыс тілі қажет те болған жоқ, былайша айтсам. Және де осы IT-ді оқып бастаған кезде осы қазақ тілінде материалдар, қазақ тілінде ақпараттар жоқ екенін түсіндім. Және де маған ең бастапқыда өте қиын болған, яғни тіл мәселесі бойынша. Иә, өте қатты келісемін, өйткені бізде оңтүстік региондарда солай. Қазіргі уақытта енді өзімде белгілі бір жаңағы тәжірибе болғандықтан өзімнің біліміммен, өзім білетін ақпараттармен қазақ тілінде бөліскенді жөн санаймын. Себебі мен өзімде ондай ақпарат бөлісетін адамдар болған жоқ біздің кезімізде деген сияқты. Өте керемет. Онда жалпылама былай айтайық, бізде Бағланның Instagram сілтемесі, яғни видеоның астында болады. Бағланға кіріп тікелей жасақ болады деген ойдамын, иә? Кез келген сұрақтарыңыз болса, әрине, білген жоқ. Өте керемет. Өте керемет. Сонымен бүгінгі шығарылымды осымен аяқтайық. Келесі шығарылымдарда да бізде Бағлан 100% болады деген ойдамын. Өйткені неғұрлым көп адаммен осылай ой талқы жүргізсек, жалпы IT-ға деген түсінік өзгереді, және де IT-ға деген алғашқы түсініктердің саны көп болады деп ойлаймын. Мысалға, бэкенд қалай істейді, фронтенд қалай істейді, яғни мобильді бағдарламалау қалай деген сияқты сұрақтар осы қазақ IT-ында жабылады деген ойдамын. Шақырғандарыңа рахмет, Алмас. Өте ой толқы болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта мүмкін басқа да қонақтармен бірге басқа бағыттарды талқылауға әрқашан ашықпын. Егер де сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Барлығымыз бірге IT подкастын қолдайық, дамытайық. Онда кездескенше қош сау. Сау болыңыздар.